Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен ет пен картопты жақсылап қысартып қуырып, етін жұмсақ етіп қуырып, кешкі ас дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Осы әдіс тәсілмен жасап көріңіздер. Ең алдымен осылай сұйық майымызды кесемізге құйып өлшеп алатын боламыз. Және де менде қой етін осылай жақсылап турап, 3 рет 4 рет жақсылап жуып алатын боламыз. Кез келген ет түрін қолдана берсеңіздер болады. Және де осылай қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, жақсылап жуып тазаланған етімізді салып, орташа отта жақсылап қуырып алатын боламыз. Ең алдымен осылай еттің су шығатын болады. Және де соған ет бұқтырылып, содан кейін қызарып, әдемі болып піседі. 15-20 минуттай осылай етті әдемілеп, жақсылап бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Ет пісіп жатқан уақытта өзімізге керекті дәмдеуіштерді ашып алатын боламыз, ашып тазалап алатын боламыз. Және де мен өзім бір тәтті бұрыш, және де пияз, бір картопты жақсылап ашып, осылай кубиктап, әдемілеп ұзынша етіп турап алатын боламын. Және де енді етіміз жақсылап суы тарқап қуырылып жатыр. Ал енді осылай пиязымызды, тәтті бұрышымызды, және де 2 қасық томатымызды салып, жақсылап араластырып, 5-10 минут өте жай отта қуырып аламыз. Пиязымызды жақсылап қызартып, қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде осы әдіс тәсілмен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып, еттеріңіз балғын, жұмсақ болып шығады. Ал енді сәбізімізді де қосып, тағы да бір 5 минут жай отта қуырып алатын боламыз. Сәбізіміз қуырылып болды. Енді керекті мөлшерде суымызды құйып, қақпағын жауып, қайнағаннан кейін қатты отқа қойып, қайнағаннан кейін астын басып, 1-1,5 сағат пісіріп алатын боламыз етімізді. Және де етіміз қайнап, бұқтырылып жатқан уақытта өзімізге керекті картопымызды ашып тазалап, өзімізге ыңғайлы етіп, турап, дайындап қоятын боламыз. Ал енді міне етіміз пісті, 1,5 сағат уақыт өтті. Картопымызды салып, астын қаттыға қойып, бір қайнатып алып, араластырып, тағы да 30 минут пісіріп алатын боламыз. Осы кезде картопты араластыратын кезде, егер етіңіздің тұзы болмаса, ет тұздалмаған болса, керекті мөлшерде үлкен қасықпен толтырмай, жарты қасық тұз салып араластырып, қақпағын жауып 30 минут пісіріп алыңыздар. Баршаңызға ас болсын. Видео рецепті ұнаса, лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.